Құрметті оқырмандар, Қамысты аудандық кітапханасы 14 наурыз көрісу күніне орай Наурыздың бірінші хабаршысы атты мереке тарихын ұсынады. 14 наурыз көрісу күні. Көрісу күнін амал мерекесі деп те атайды. Қыстан амалдап аман шыққан халық көктемге жетіп қуана көріседі. Бұрын әр жерге қонған ауылдардың арасы шалғай, қыстың көзі қырауда қатынау қиын болған. Қыстай көріспеген жұрт жер жібігенде бір-біріне қонаққа барған. Көрісу туралы тарихшылар түрлі болжам, сан түрлі дәлелдер айтады. Бұрын қазақтар пайдаланған арабша күнтізбеде әр айдың тууы 14-нен басталған екен. Яғни 14 наурызда ай жаңарған дейді. 14 наурыз күні таңмен әр үйде дайындық басталады. Аналарымыз бауырсақ пісіріп, мерекелік дастархан жайылып, үйдің кішілері үлкендеріне қол берісіп амандасады. Сосын көршілерге барып, ауылдың үлкен кісілеріне кіріп шығады. Бұл мейрамның тәрбиелік мәні зор. Себебі мереке кезінде бір-бірімен өкпе реніші бар адамдар ұмытып, соның барлығы жуып шайылып, қол алысып, иық қағысып, амандасып көріседі. Бүгінгі күні мұндай мейрамдарды ұлықтаудың бір себебі ұлттық иммунитетті нығайту. Салт дәстүріміз бен әдет ғұрпымызды ұмытпау. Әсіресе жас ұрпақтың санасына сіңіру маңызды. Көрісу немесе қауышу амал деп атасақ та, мейрам бауырмалдық пен ауызбіршілікке шақырады. Әйелдер құшақтасып, ерлер төс қағыстырып, үлкендер батасын беріп, балалар соны көріп, санаға түйетін күн бұл.